Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қысқаша ақпарат болады. Шағбан айы қашан басталады және қандай амалдар жасаймыз? Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Биылғы жылы, яғни 2024 жылы Шағбан айы 11 ақпанда басталып, 11 наурызға дейін жалғасады. Бұл исламдағы қасиетті 3 айдың бірі. Шағбан айынан кейін ораза ұстау парыз етілген Рамазан айы келеді. Шағбан сөзінің жалпы мағынасы қандай? Шағбан сөзі көп жақсылықтың бастауы деген мағынаға ие. Бұл ай Режеп айының бітуінен хабар беріп, Рамазанның жақындағанын сүйіншілейді. Шағбан айын жалпы Рамазанға дайындық айы деуге болады. Бұл айда мұсылмандар Рамазанды бос өткізіп алмаудың қамын жасағаны жөн. Бұл айда денсаулыққа көңіл бөліп, иманның да, дененің де иммунитетін барынша көтеріп алу керек. Мүмкіндік болса дәрігерге көрініп, асқазан ішек жолдарын тексеріп алған жөн. Биыл ораза көктемнің қақ ортасында басталғандықтан витаминоз, яғни ағзадағы витамин жетіспеушілігі жиі мазалайтын уақытқа дөп келіп тұр. Осы орайда ағзаңызға қажетті дәрумендерді, құнарлы тағамды уақытылы ішіп, ыңғайлы келсе дүйсенбі мен бейсенбі күндері немесе аптасына кем дегенде бір күн ораза тұту абзал болмақ. Ал рухани дайындыққа ораза жайлы нақты мәліметтерді білу, Құран оқу, білмесе оны үйрену, салауат айтып дұға оқу, ағайын туыспен, отбасымен, достармен байланысты жақсарта түсу, ренжіскенмен татуласу жатады. Сондай-ақ бұл жаман әдеттерді тастап жақсы әдеттер үйренуге таптырмас уақыт. Шағбан айы шамасы келген мұсылманға көптеп нәпіл, яғни ерікті ораза ұстайтын ай дегенмен, қанша күн әрі қай күндер ораза ұстау керек екені жайында нақты айтылмаған, сондықтан қанша күн ұстаймын десеңіз де өз еркіңіз. Мәселен, дүйсенбі мен бейсенбі күндері ауыз бекітсе болады. Сондай-ақ Шағбан айының 13-ші, 14-ші және 15-ші күндері, яғни 3 ақ күндері ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 15-ші күні күндіз ораза ұстап, түнін барат түні, яғни 24 ақпаннан 25-не қараған түні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Жалпы Шағбан айында қарыз оразаны ұстауға болады. Рамазан айынан өтелмей қалған қарыз оразаны осы айда өтесе болады, алайда Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана ұстағаны абзал. Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктенген адам болса, ол адамға Шағбан айында ораза тұтудың қажеті жоқ. Рамазан айына 2-3 күн қалғанда ораза тұтпаған абзал.